адамның амалдарын күйдіріп жіберетін отынды қалай күйдіріп жоқ қылып жіберсе, адамның амалдарын күйдіріп жіберетін нәрсе бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны ширк деп атады. Ол рия. Рия дегеніміз не? Рия бұл адамның сыртқы амалы мен ішкі жан дүниесінің сәйкес келмеуі. Адамның ішкі жан дүниесі мен сыртқы әрекетінің сәйкес келмеуі. Яғни ішкі жан дүниесі басқаша, бірақ адамдар көрсін деп, адамдар үшін адамдардан ұялып басқаша іс әрекет жасайды. Бұл адам риякер адам болып табылады. Ал рия жасап жатқан адамға Алла тағала мына пәленше құлыма қараңдар, мені мазақ етіп жатыр деп айтады. Мені мазақ етіп жатыр мынау дейді. Ертең қияметте рия үшін амал жасаған адамға, я мураи, ей риякер, ей оңбаған, ей өзіне қиянат жасаған адам деп адамдардың алдында масқара етіледі. Рия дегеніміз не? Имам Абу Хамид ал-Ғазали рахмахуллах өзінің керемет кітабында, Ихия улумиддин кітабында рияны бізге бірнеше түрге бөліп береді. Яғни біз бұл арқылы ішкі жан дүниені тәрбиелеудің қаншалықты маңызды екенін біле аламыз. Рия дейді, аслул иман, иманның негізінде болады дейді. Яғни ішіңде күпірлік, сыртыңда иманды көрсетесің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезіндегі мұнафиқтер секілді ондайлар кез келген заманда бар. Исламның дін дұшпандары бар. Мұсылманның бейнесіне еніп, мұсылмандардың арасында бұзып жүрген ол адамдар ішінде күпірлікті жасырып, сыртында исламды көрсетіп жүрген адамдар. Яғни рия үшін исламды көрсетіп жүрген адамдар. Бұл адамдар кәпірлер және мухалладуна финнар, тозақта мәңгі қалатындар дейді, сол халде өліп кетеді. Одан жеңілірек, одан төменірек болған, бірақ бұл да Алланың алдында өте ауыр болған рияның түрінен дейді. Бұл усулул ибадат, ибадаттардың, құлшылықтардың негізінде рия жасау дейді. Яғни бір адам адамдардың көзінше намаз оқымайды. Адамдардың көзінше намаз оқиды, ораза тұтады, бірақ жеке қалса намаз оқымайды. Жеке қалса ол оразасын да тұтпайды. Бұл адам құлшылықтың негізгі, яғни парыз құлшылықтарда рия жасайтын адам. Достарынан ұялып, олармен бірге намазға тұра салады. Мүмкін дәреті де жоқ шығар. Үйінде болса кино көріп отырып, намаздың уақытын қаза қыла береді. Үйінде болса аузын аша салады, ораза тұтпайды. Адамдардың көзінше ораза тұтқан болып есептеледі. Олардың көзінше еш нәрсе жемейді. Бұл адам да өте ауыр халде, Алла сақтасын, келесі бұдан алдыңғы деңгейге өтіп кету қаупі бар. Одан кейінгі деңгей бұл парыз құлшылықтарда болмағанымен нәпіл құлшылықтарда рия жасау дейді. Нәпіл құлшылықтарда рия жасау. Яғни сіз мешітте, михрабта тұрған кезде парызыңызды оқисыз. Парызыңызды оқып болып, тұрып сүннетін оқисыз. Сүннетін оқып болғаннан кейін тәсбihіңізді тартасыз. Сөйтіп дұғаңызды жасайсыз. Адамдардың алдында тұрған кезде сүннеттерін қосып оқып жатсыз. Бірақ үйіңізде намаз оқыған кезде тура солай жасап жатсыз ба? Үйіңізде сүннеттерін оқып жатсыз ба, немесе үйіңізде болған кезде тек қана парызын оқумен шектелесіз бе? Егер тек қана парызын оқумен шектеліп жатсаңыз, онда сіз нәпіл құлшылықтарда Алла тағалаға рия жасап жатқан боласыз. Адамдарға рия жасап жатқан боласыз. Одан да төменгі деңгейі бар деді. Бұл нәпіл құлшылық немесе парыз құлшылықта емес, бірақ құлшылықтың сипатында деді. Құлшылықтың сипатында. Сондай іс бар құлшылықтың сипатында, егер сіз оны жасайтын болсаңыз, бұл құлшылығыңызға кемелдік береді. Яғни қиямда ұзағынан тұру, рукуда ұзағынан тұру, сәждада ұзағынан тұру,
қосымша дұғаларды айту. Сіз адамдардың алдына шығып, имамдыққа шығып намаз оқыған кезде солай намазыңыз ұзақ болып, бірақ үйіңізде намазыңыз тура сондай болмаса, онда сіз құлшылықтың сипатында Аллаға рия жасап жатқан, адамдар үшін рия жасап жатқан адам боласыз. Үйіңізде намазыңыз кәдімгі намаз. Немесе одан да тағы бір деңгей бар дейді. Бұл сондай сипат, оны тастасаң намазыңа кемшілік келетін сипат. Яғни мына жерде ұзағынан оқу намазға кемелдік беретін болса, намаздың кемел, көркем түрі бар, орташа түрі бар. Артық еш нәрсе айтпайсың, негізгі талап етілген нәрселермен шектелу. Одан төмен деңгейі бар, енді соның өзінде кемшілік жасау. Адамдардың алдында намазыңды табиғи түрде оқитын болсаң, үйіңде бірақ осылай тез оқып, тауық жем шоқығандай оқып намазыңды тамамдайтын болсаң, онда сен тағы да адамдар үшін рия жасап жатқан адам боласың. Одан да тағы да басқа деңгейі бар деді. Адамдармен отырған кезде намазыңды оқып болғаннан кейін тәсбихіңді тартпай тұрмайсың, дұғаңды жасамай тұрмайсың. Бірақ үйіңде болған кезде сәлем бердің да бетің сипатында тұр. Адамдардың көзінше, яғни адамдармен бірге жасаған кезде адамдардан үй алып солай жасап, бірақ үйіңде олай жасамай жатқан болсаң, сен тағы да рия жасайсың. Тағы бір деңгейі бар. Бұл яғни намаздың өзіне қатысты емес, бірақ әлгіндей намаздан кейінгі, намаздан алдын болатын нәрсе. Мысалы, ертерек келіп жамағатты күту, бірінші тәкбірге үлгеруге әрекет жасау. Егер ниетіңде сол адамдар үшін болатын болса, адамдар болмаса, намазға бірінші болып келдің бе, соңынан келдің бе, сен үшін қызық болмайтын болса, сен тағы да рия жасап жатқан адам боласың. Қараңыз, рия қаншалықты ауыр нәрсе.